Жігіттің басында 3 гауһары болады. Бірі ақыл, бірі сабыр, бірі көрегендік. Сол үшеуінің 3 жауы бар. Ақылдың жауы ашу, сабырдың жауы асығыстық, білімділіктің жауы көре алмау. Осылардан сақтан. Бір адамдарға таң қаласың. Сөздің жартысын естиді, аз ғана бөлігін түсінеді, бірақ артығымен асырып жеткізеді. Жеңілген сайын өзгересің, өзгерген сайын күшейесің. Күшейген сайын мән бермейтін боласың. Еңсеңді тік ұста. Әлем иығымызда емес, аяғымыздың астында емес пе? Бақыт кілті еңбекте. Бағалай білмеген адам бақытқа жетпейді. Армандай білмеген адам мұратқа жетпейді. Азат елін сүйген ұл бақытты. Жаңа жұртын сүйген қыз бақытты. Бай жаманы байталын ат қылады. Бей жаманы жақынын жат қылады. Бай болып көргенім жоқ, жарлы болып өлгенім жоқ. Байлық неге керек? Адалдан мал жинамасаң. Билік неге керек? Әділ билік құрмасаң. Баймын деп мақтанба, жарлылық бар. Көппін деп сұқтанба, жалғыздық бар. Дәулетіңнің қадірін мал кеткенде білерсің. Арғымақтың қадірін жал кеткенде білерсің. Жалпақтап, жалынышты көзбен мөлимейтін адам басқаларға тәкаппар көрінеді. Өз орнын білетін адам басқаларға ақымақтау көрінеді. Шындықты айтқан адам әрқашан басқалардың ашу ызасын туғызады. Сыйламаса таста, сенбесе үндеме. Дәлелдеудің қажеті жоқ, бағаламаса кет, өз абыройыңды түсірме.